Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі оқу қызметі сауат ашу негіздері тақырыбы ш дыбысы мен әріпі. Бірінші алдымен амандасып алайық. Балалар, бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Балалар, мен сендерге сұрақ қояйыншы. Қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасыңдар. Қазір жылдың қыс мезгілі. Балалар, қыс мезгілінде қандай ойын ойнайтын едік және немен ойнайтын едік? Маған айта қойыңдаршы балалар. Балалар, қыс мезгілінде біздер шаңғы тебеміз, шанамен сырғанап ойнаймыз. Осы шаңғы, шана сөздері қандай әріптен басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ш деген әріптен басталып тұр. Кәні барлығымыз қайталайықшы. Ш, 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 шана, шаңғы. Енді балалар, маған шыдан басталатын сөздерді тауып айтыңдаршы. Шаш, бәрекелді. Шар, шыдан басталады. Шәй, ш дыбысынан басталып тұр. Шана, шаңғы. Балалар, ш дыбысы тек сөздің басында ғана кездеспейді, ортасында да, соңында да кездеседі. Мысалы, қараңдаршы мына суретке. Мына суретте шана, шаңғы сөздерінде ш дыбысы басында кездесіп тұр. Ал қарлығаш сөзінде ш дыбысы соңында кездесіп тұр. Ағаш дегенде де ш дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Ал қайшы деген сөзде ш дыбысы ортасында кездесіп тұр. Балалар, енді сергіту жаттығуын жасап алайық. Жаттығуын жасап болдық. Енді мен сендерге ойын ойнатқым келіп тұр. Мына жерде әріптер белгіленген. Осы әріптерді екіге бөлеміз. Яғни дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыстарды қызыл себетке саламыз, дауыссыз дыбыстарды көк себетке саламыз. Кәне балалар, орындап шығайық. Балалар, енді ш әріпін жазып үйренеміз. Жай дәптерлеріңді ашып, ш әріпін жаза қойыңдар. Балалар, бүгінгі оқу қызметіне қатысқандарың үшін көп рахмет. Сау болыңдар.